Ғалым әрбір тәжірибені дәлдікпен жүргізіп, әрбір нәтижеге ғылыми көзқараспен қарады. Ол ғылым арқылы елді дамытуға болатынын дәлелдеді. Қаныш аға жастарға білім мен еңбектің маңызын үнемі айтып отыратын. Қаныш Сәтбаев көптеген жас ғалымдарды тәрбиеледі. Олармен бірге Қазақстанның минералдық байлығын зерттеді. Ғалымның жетекшілігімен жүздеген зерттеу жұмысы жүргізілді. 1950 жылдары Қаныш Имантайұлы Қазақстан ғылым академиясын ұйымдастырды. Ол біздің елдегі ғылымның жаңа кезеңін бастап берді. Қаныш Сәтбаев академияның тұңғыш президенті болды. Ғалымның еңбегі жоғары бағаланып, ол көптеген марапаттарға ие болды. Ол Қазақстан ғылымының атасы, елге білім мен үміт сыйлаған тұлға. Қаныш ағаның есімі мәңгі халық жадында сақталады. Бүгінгі жастар Қаныш Сәтбаевтың ісін жалғастырушылар. Олар зерттеу жасап, жаңалықтар ашып, елдің дамуына үлес қосуда. Ғалымдар жолы, еңбек пен ізденістің жолы. Ғылым болашақтың жарығы. Қаныш Сәтбаев сияқты ұлы тұлғалар бізге білімге ұмтылудың үлгісін көрсетті. Біз де сол жолмен жүріп, елімізді көркейтуге атсалысуымыз керек. Қаныш Сәтбаев нағыз ғалым, елін сүйген азамат. Оның өмір жолы әр балаға өнеге. Кел, сен де оқы, ізден, арманда. Ертең сен де еліміздің мақтанышы боласың. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Ұнаса пікір жазып, видеоға лайк басып кетеміз.